Тарсыға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер, және де бүгін біз өте оңай печенье жасайтын боламыз. Үйдегі бар заттардан жасауға болады. Ең бірінші осындай майды аламыз да, оған қант қосып, және де 2 жұмыртқаны жарып миксерлейтін боламыз. Кәдімгі жейтін майды қоссаңыздар дәмдірек болып шығады, бірақ болмаса маргаринді қосуға болады. Осылай миксермен жақсылап араластырамыз. Миксер болмаса венчикпен немесе вилкамен араластыруға болады. Ол үшін майымыз еріп тұру керек. Одан кейін ұнымызды қосамыз да осындай қамыр жасайтын боламыз. Разрыхлитель немесе ас содасын қосып қамыр жасайтын боламыз. Бізде осындай өте жұмсақ, керемет қамыр болып шығады. Осы қамырмен сіздер песочный пирогтар жасасаңыздар болады, өте күшті болып шығады. Жұмсақ болып, осындай енді печеньелар жасайтын боламыз. Менде 31 печеньедей шықты. Өте әдем болып шықты, және де мен қалғандарынан осындай краситель қосып, розовый печенье жасап көрдім балаларға. Духовкада 180 градуста 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Печеньелеріміз дайын болып шықты, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Және де арнама подписка жасап, лайк басыңыздар.